Сәлем балақай, қалың қалай? Бүгін біз көркем әдебиет сабағында қарлығаш пен дәуіт ертегісімен танысамыз. Сабағымызды шаттық шеңберінен бастайық. Арайлап таң атты, алтын сәуле таратты. Жарқырайды даламыз, жарқырайды қаламыз. Қайырлы таң балалар. Бүгін біз сабағымызда ертегілер еліне саяхатқа шығамыз. Ертегілер елінде ойна да ойла ойыны бар екен. Сол ойын арқылы біз өткен ертегілерді еске түсіреміз. Сен мені жеме. Мен саған өлең айтып берем. Әжей қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, балқайма. Бұл ертегіні барлығымыз білеміз, балалар? Дұрыс айтасыздар, бұл бауырсақ ертегісі екен. Жарайсың, балақай. Базарға мен барайын, не бар не жоқ қарайын. Балаларға базарлық таңдап жүріп алайын. Лақтарым, шұнақтарым, бар ма маған сұрақтарың? Жоқ! Үйдің ішін шашпаңдар. Мен келгенше есікті ешкімге де ашпаңдар. Ал бұл қандай ертегі екен, балалар? Еске түсірейікші. Бұл қасқыр мен жеті лақ ертегісі екен. Ал енді келесі ертегіні мұқият тыңдайық. Тауық тышқанмын, мен бақылдауық бақамын. Мен қорқақ қоянмын, мен қу түлкімін. Ал мен сұр қасқырмын. Ал сен кімсің? Мен қорбаңдаған аюмын. Кел, бірге тұрайық. Ал енді балалар, мына ертегі қандай ертегі деп ойлайсың? Кәне ойланып көрейік. Дұрыс айтасың. Бұл балалар үйшік ертегісі екен. Келесі ертегіні мұқият тыңдайық. Мен келдім, неге шақырдың? Сен өзі қайда жүрсің? Жаңа ғана сені 2 рет шақырдым ғой. Мен үй сыпырып жүріп, мейіз тауып алған едім. Соны бөлісіп жейін десем, мейіз? Мяу, кәне, бөлісіп жейік. Берсеңші енді. Сен келмеген соң, мен оны жеп қойдым. Қалай? Бұл қандай ертегі екен, балалар? Жарайсың, бұл мақтағыз бен мысық ертегісі. Тамаша. Ал енді келесі ертегіні тыңдайық. Тышқан жүгіріп бара жатыр еді. Мысық болса, мяу, мяу. Ей, тышқан, көмектес, мяу, деп тышқанды шақырып алды. Тышқан кішкентай болса да, мұндай жұмыста кез келген көмек әсер етеді. Іске жұмыла кірісті. Тышқан мысықтан, мысық күшіктен, күшік немере қыздан, немере қыз әжейден, әжей атайдан. Бұл қандай ертегі? Ойланайық. Дұрыс, балалар, бұл шалқан ертегісі екен. Ал бүгін балалар, осы ертегілер елінде біз тағы бір ертегімен танысамыз. Мұқият тыңдайық. Қарлығаш пен дәуіт бір қарлығаш жардың қуысына ұя салып өмір сүріпті.
Қанатты қатпаған балапандары анасы азық әкелуге кеткенде шыдамсыздана күтумен болады екен. Бір күні балапандарды жемекке қарлығаштың ұясына жауыз жылан өрмелеп шығып бара жатады. Мұны көрген қарлығаш аспан мен жерді шарлап шыр-шыр етіп балапандарына арашашы іздейді. Көкектен көмек сұрай барса, бүркіт қонаққа шақырып еді, соған барғалы жатырмын, уақытым жоқ, дейді көкек. Одан шығып қарғаға барса, үйленгелі жатқанымды мазамды алма, дейді. Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап ұшып келе жатады. Бір кезде Дәуітті көреді. Дәуіт қарлығаштың шыр-шыр еткен дауысын естіп: «Достым, неге зарлайсың?» деп сұрайды. Қарлығаш сонда: «Жауыз жылан балапандарымды жұтпақшы болып, ұяма өрмелеп жетіп қалды. Соған не істерімді білмеймін», деп қарлығаш көзінің жасын төгіп жібереді. «Олай болса, мені жеткіз тезірек», дейді Дәуіт. Қарлығаш қанатын тосады. Дәуіт жотасына шығып алады. Көзді ашып жұмғанша ұясына жетеді. Жылан ұяға тақап қалған екен. Дәуіт пен қарлығаш енді бір сәт кешіксе, балапандарды қылғып сап, жұмсақ ұяда масайрап ұйықтамақшы екен. Дәуіт аяғымен шаба тырнап, жыланның екі көзін ағызып жібереді. Жауыз жылан сылқ етіп жерге құлап түседі де мерт болады. Дәуіттің ерлігіне сүйсінген қарлығаш онымен айнымас дос болыпты. Содан бері талай заман өтсе де, екеуі бір ұяда тұрып, бірге өмір сүреді екен. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Ал енді бір сергіп алайық. Шап-шап, шапалақ, шапалақтайық, тез шапалақта. Баяу шапалақта. Шапалақ ұрайық, ит сияқты құйрықпен бұлаңдатайық. Бұлаң-бұлаң құйрықты бұлаңдатайық, тез бұлаңдат. Баяу бұлаңдат. Құйрықпен бұлаңдатайық, горилла сияқты көкіректен ұрайық. Тарс-тарс көкірек, көкіректен ұрайық, тез тарсылдат. Баяу тарсылдат. Тарсылдатып ұрайық, түйе сияқты тізе бүгейік. Бүк, 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 тізелеріңді бүк, тез бүгейік. Баяу бүгейік. Бірге тізе бүгейік. Бегемот сияқты құлақтарыңды қимылдат. Ары-бері құлақтарыңды қимылдат, тез қимылдат. Баяу қимылдат. Құлақтарыңды қимылдат. Балалар, бүгін біз қандай ертегімен таныстық? Дұрыс, Қарлығаш пен Дәуіт ертегісімен танысқан екенбіз. Қарлығаштың балаларына не қауіп төндірді? Дұрыс, жылан қауіп төндірген екен. Бұл бірінші
неге барып көмек сұрады? Дұрыс, көкекке барып көмек сұраған екен. Бірақ ол көкек не деді оған? Мені қонаққа шақырып жатыр деді, е? Сосын неге барды? Дұрыс айтасыңдар, сосын ол қарғаға барған екен. Бірақ қарға да көмектескен жоқ. Ол өзінің үйленгелі жатқанын айтып, көмегін берген жоқ. Соңында оған не көмектесті? Дұрыс, Дәуіт көмектескен екен. Бүгінгі ертегілер еліне шыққан саяхатымыз сендерге ұнады деп ойлаймын. Ал үйге сендерге оқу қызметінде кездесетін кейіпкерлерді бояуды ұсынамын. Ол үшін сен түрлі қарындаштарды алып, суреттерді тыңғылықты әдемі ғып бояу керексің. Ал мынау саған үлгі суреттер. Егер саған бүгінгі сабақ ұнаса, берілген смайликтер арқылы кері байланысқа шығуыңды сұраймын. Келесі кездескенше сау болайық.